Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге кез келген мерекелік дастарханға ұсынуға болатын ашты морковный салатының рецептін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, мені бірге қолдап отырыңыздар. Ал ендеше достар, салаттың жасалу жолына кірісетін боламыз. Мен 2 орташа көлемдегі сәбізді алдын ала жуып, тазалап, сыртын ашып алдым. Кейін осындай корей теркасынан жақсылап тұрып өткізіп алатын боламыз. Бұл бізде корей теркасы болғаны өте маңызды. Кейін үстіне тұзымызды және қантымызды саламыз. Кейін жайлап осылай жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Ешқандай да сықпаймыз, тек қана араластырып бетін жауып шамамен жарты сағат немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Біздегі тұзымыз және қантымыз толық еріп сіңуі керек, және де қазір бізде сәбізден өзінің суы бөлінетін болады. Біздің сәбізіміз жұмсарған, қазір қараңыздар, өзінің суы осылай бөлініп шығады. Келесі кезекте үстіне паприка, сарымсағымызды саламыз. Рецептке керек барлық қажетті нәрселерді толық төменге описанияға жазып кететін боламыз. Сол жерден сақтап көріп алсаңыздар болады. Достар, және де менің арнам ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де паприканы салуға ұмытпаңыздар. Кейін үстіне ас көгімізді саламыз. Ол енді өз қалауыңызша. Және де қызанағымызды да ұзыншақ етіп турап қоссаңыздар болады. Сондай-ақ қиярды да ұзыншақ етіп турап барлығын салатқа қосатын боламыз. Кейін мен жарты кесе суға жарты шай қасық уксусымызды құйып жібердім. Кейін үстіне қызып тұрған майды, сұйық майды қатты қыздырып алдым да салатымыздың үстіне осылай құйып жібердім. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Әдемі ыдысымызға салып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шыққан. Толық қажетті ингредиенттерді төменгі описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Жақсы күнде жүздескенше аман сау отырайық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.